Құрметті ұстаздар мен студенттер, бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы Қадыр Мырза Әлінің шығармашылық өмірі. Қазақ осы өлеңі. Сабақтың мақсаты дөңгелек үстел әдісі арқылы бір-бірімен пікір бөліседі. Өз пікірін айтады. Қазақ емес, нағыз қазақтың мұры деп жырлаған белгілі ақын қазақ халқының жазушысы, аудармашы Қадыр Ғинаятұлы Мырзали 1975 жылы 5 қаңтарда Орал облысының Шымқиды кентінде дүниеге келген. Балалық шағынан жетім қалған Қадыр кедейліктің тауқыметін көріп өсті. Балалық шағынан бастап көптеген кітаптарға қызығушылық танытып, Шымқиды аудандық кітапханасының тұрақты оқырманына айналды. Тіпті ондағы барлық кітаптарды оқып, жаңа кітаптардың басылымдарын асыға күтетін. Қадыр Мырзалиевтің ең алғашқы туындысы 1954 жылы Республикалық пионер балалар журналына басылып жазылды. Осы аралықтың ішінде 70-тен астам поэзиялық, прозалық және де әдеби сынды кітаптары жарық көрді. Оның өлеңдері мектеп оқулықтарына енді, ал әнге арналып жазылған өлеңдері 200-ден астам, халық арасында кең таралған. Күндер-ай атты жеке кітабына жазылып шығарылған. Қазақ осы көргенінен танбайтын, тойды мал соты түзу жанбайтын. Қазақ осы алуды аяқ алатын, ал беруден алдына жан салмайтын. Қазақ осы ашық жарқын қабағы, қонақ келсе шабынып бір қалады. Қазақ осы құда бол деп қинайтын, құдаларын құдайындай сыйлайтын. Қазақ осы дүние мен малыңды, оңды солты шашу үшін жинайтын. Қазақ осы жайып жатқан қанатын, батыр халық, ақын халық дәлаты. Жайлауында жүрген жігіт бақ қой, дос келеді деп жасап жатыр анық той. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ, осы міне танып қой. Жайлауында жүрген жігіт бағып қой, дос еді деп жасап жатыр анық той. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Сәйгүліктің құйрық жалы таралған, сүйеті ғым қазақ осы қараңғы. Қазақ осы күй шығарып ән салып, көкпар тартып қыз қууға жаралған. Қазақ осы күй шығарып ән салып, көкпар тартып қыз қууға жаралған. Алай өтім күн дейтін, қазақ осы өнер алды тіл дейтін. Қазақ осы қарасың ба, ақсың ба, қонышсың ба, жатыр қалды білмейтін. Қадыр Мырзағалиевтің осы өлеңінде маған қазақтың өте ұнайтын, қарасың ба, орыссың ба, негрсің ба, барлық адамды өзінің туысындай көретін. Қазақ халқы қонақжай қонағын құдайындай сыйлайтын, ақкөңіл жылы халық екенін біліп тұр. Қадыр Мырзалиевтің өлеңінде маған қазақтың ұнаған жері, дос келді деп жасап жатыр анық той. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Нағыз қазақ келген қонақты құдайындай күтіп алады. Қазақ қонақшыл халық, қазақ халқы қонақты құдайындай сыйлап күтіп алады. Қазақ осы аңғал жабысы, қазақ осы ақыл тегі көркісі. Мен орыс қызымын, мен қазақша үйреніп жүрмін. Қазақ халқының өте керемет, халық екенін біліп жүрмін. Қазақ деген осы керемет халық. Қазақтарда той тумансыз отыра алмайды. Сондықтан мен тәжік болсам да қазақша Қазақ тілінде сөйлей алмайтын, нағыз қазақ болар емес, нағыз қазақ болар.